Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев жауапты сала жетекшілерімен бірге Бекзат Саттарханов даңғылының бойында орналасқан желілік саябақ жобасының барысын бақылап қайтты. Құрылыс қазаны қайнаған аумақты аралап шыққан аймақ басшысы жауапты мамандарға бірқатар тапсырма берді. 11 гектар аумақта орналасқан ауқымды бақта аспан астында орналасқан ашық бассейннің құрылысы да қызу жүріп жатыр. Ұзындығы 67 метр болатын қос жүзу алаңының жобасы қазақстандық маманның қолынан шыққан. Әлемдік стандарттарға сай салынып жатқан спорт аумағы да жасыл желекке оранып халықтың сүйікті демалыс орнына айналары анық. Сондай-ақ өңір басшысы Түркістан магистралда су арнасының күрделі жөндеу жобасының жұмысын көрді. Осыған дейін жер арық болған аумақ толықтай бетондалып, арнасы өзгертілген. Алдағы уақытта 26,5 мың гектар суармалы жерлер тұрақты түрде ағын сумен қамтамасыз етіліп, қаланың толық көгалдандыруына мүмкіндік тумақ. Аймақ басшысы тиісті салалық жетекшілерге жүргізіліп жатқан құрылыс нысандарының сапасы мен уақытылы аяқталуына баса назар аударып, бақылауды күшейтуді жүктеді.